Қадірлі тыңдармандар, бүгіннен бастап әйгілі жазушы Мағаз Разданұлының Алтайдың ақ иықтар атты тарихи романын назарларыңызға ұсынамыз. Әңгімелеген Қанат Ережебұлы. Бірінші бөлім. Қыс қысылып жаз жазылатын қазақ Самарқанның көк тасын ерткен Наурыздың дидарын көргенде бір жасайды. Айдан аман жылдан есен шыққанына шүкірлік етіп, ескінің артына ақтың алдын қосып, қаспағы қалың қазанын тыңнан көтереді. Бұл басы ғана. Қошқар тонын тыстап, ұшасына шекпен ілген шаруа, шілде жақындаған сайын ой мен таудың парқын жиі сезіп, шыбындай бастайды. Содан кейінгі аял қара төс. Олар үнін алыстан тыңдап, сонсоң оны қоңыраулы көштің симфониясымен сәйкестіру үшін ұлы тауға шеру тартудың өзі қандай ғанибет. Жыл құсындай жылы жағыздеу қазақтың қолынан келмесе де, шыбын шіркейдің ызыңынан жарғақ құлағын тасаға кетуді әбден біледі. Қай уақытта таң бозынан қозғалып, қай сайға дамылдап, қай кезеңге кереге жаятыны бәрі қолда. Жылдар бойы әдеттенген көші-қоннан өзгенің бәрін тосын санайтын қазаққа мынау мезгілсіз дүбір әрі қиын, әрі қызық сезілуде. Мұрамай тұрып, етекке саудыраған таудың тасындай қай шалсу жазатайым жаңылыс па, жоқ әлде аспаннан жауғалы тұрған ырыс па? Аңтарлу осы жерде. Өрлеп те, ылдилап та, қабырғалап та шұбаған, бөктеріншегі тоқ салт аттылар тобы, бірі ілгері, бірі кейін өтіп жатыр. Ішінде Хауананың өзіне тартқан ұзын етек, ұзын шаш ұрпағынан емге біреу жоқ. Жетелеген түйелері бір тізбектен аспайтын шолақ-шолақ көштер. Айдаған қойларының да топаны шағын. Аспанға көтерілердей шаң да шықпайды. Салт көштегілердің бәрі кілең сақал мұрт теңдеген кекірттер. Әркім өз атының арқасында таралғысы үзілердей шіренеді. Алда не көрсетерім бір құдайдың өзіне тапсырып, бірін-бірі көргенде бой теңестіретін сырықтай, салмақ салыстыратын сақадай бәлсиді. Сәлемі түзу болса да, ар жағында, уағында көре жатармыз дейтін сарық ақырық бүлк-бүлк етеді. Бұлары сауын айтып отырған өр Алтайдың басы да, аяғы да емес, орта тұсында. Асау бір өзеннің көркі тамаша, көлемі шағын бір қойнауындағы, шикі кесектен добаланған, сымбатына сәулетіне қарамай, еженнің алтын сарайындай нығыз сынған құбатам. Алтайдың күнгөй бетіндегі Қасбатырдың төбе құйқасына төбелесте түскен айғыз-айғыз жіктей, атжал-атжал салмалар, енку-енку шатқалдарды бірінен бірі бөліп, оңғыл-шоңғыл тереңде шыңырау, тарам-тарам сайлардың сансыз тізбегін қалыптастырған. Соның біреуі ақбас шыңдардың көпірген көп бұлағынан құралған, ағайынды үлкен қыран мен жіңішке қыран, ұлы таудың алқымына жетпей-ақ қосылып алып, қыран деген әйгілі есімімен біз құятын мұхит қайдасың деп асыға жүйткейді. Міне соның шашаның суы құйғаннан кейінгі құнан шаптырымдай жазаңы ежелден бергі сәнді қоныстың бірі болатын. Оның шығыс терістік жағы жоңғардың, жоңғар болып тұрғандағы моңғолдардың бір тайпасы топырлап келіп, оқтым-оқтым оба тәктен қамбы тебі есімді ат ерін алып аялдар бір орны. Осы қамбы тебіге бетпе-бет тұрған сар қобының жотасы батысқа қарай созылып барып, жаңағы қыран бойындағы жазық жұрттың шығыс жағынан итиіп келіп тоқтайды. Тоқтаған жердегі
теміртіні жамбасына басып жатқан кейкиген жалаңаш кезең, өзінің піл сауырлас биігімен суға мініп тұрған қара жартасымен сәнді. Ал батысындағы суға құлап кетердей оқшырайған қара сеңгір, сәнді қоныстың күзетінде тұрған бөлек бір толға. Сайтағанның сұп-сұры малта тастарын біресе сүзістіріп, біресе тебістіріп ойнаған асау қыран, осы бір жазық жұртқа шыққанда, табиғат ананың әсем көркіні мейірлене қарап, біраз тыныстап алады да, екі кезеңнің тарғысаңынан қысылып шығып, шалжиып барып дала төсін құшады. Сонсоң ертіске қарай бөктерлей тартады. Алтай тауының осындай көк орманмен көмкөрілген тентек өзендер мен кеуделі кезеңдерінен, керген төстіктей жазық далаларынан, табаны күректей 10 ғасырға таяу уақытты артына тастаған керей керуенінің айқыш-ұйқыш іздерін көруге болады. Аумалы төкпелі Шыңғыс заманның атышулы қиямет қайымындай, Қызыл қырғындағы бейуаздардың күңіренген дыбысы 7 қабат жер жарығынан еміс-еміс естілгендей сезіледі. Тәпті соның жалғасы сияқтанып, біздің ғасырымызға жеткен, Ақтайлақтың бауырын арқан кесіп, ауа көшкен босқындардың, ағажай Алтайдай жер қайда деп салған зарлы үні Алтай аспанында әлі күнге асылып тұрғандай, қиялды қытықтап, сананы сан саққа жүгіртеді. Қыран бойында алынбас қамалдай жан-жағы қатпар-қатпар таумен қоршалған жаңағы жазық жұрт, Абақ керей ұрпағы Тілеубердінің ұлы Жәнібек батырдың заманынан кейінгі өзгерісте атақты 4 бидің бірі Көкеннің сыбағасына тиген қонысы болатын. Осы жердің Құбатамының іргесіне Алтай керейінің атқа мінерлерінің шып-шырғасы шықпай екінші реткі жиналуы. Бірінші реткісі 1869 жыл болған. 1860 жылдар ішінде Шәуешек қаласында дүнгендер мен ханзулар арасындағы лап берген жалынның бықсыған түтіні Алтай өңірін Қызылаяқтар қырғыны деген атпен шарпыды. Осы қозғалаңды тыныштандырушылар қатарында болып көрінген, Күнгіл жалсын, яғни шаған кеген, тобығына қызыл лата орап келіп, Алтай қазақтарын қынадай қырған. Әулиелердің балтырына басқа түстес лата орауды өз ғана үйреткендей болып, яғни Алтай атты шайқалған алтын бесікке жайлы жөргөкті өз қолымен ғана жайған Мәншіңнің бапкер оң көзі болғансып, керей елін уысына бір сыйғызған. Күнгіл жалсын әсілі ұлты Тибет, Гансу өлкесінің Жаужу деген жерінің адамы еді. Тибет ұлтының тұқым қуалаған ламасы, жергілікті халық оны шаған кеген деп атайды. Екі тізгін бір шылбырды өз қолына алған осы күнгіл жалсын, қақырығы қаймалтын, түкірігі түймалтын болып дәуірлеп тұрған сол бір заманында, Мәншіңнің Мұғзың Тұңжы ханынан Алтайда бір орыннан бұтқана салдыруға рұқсат алады. Бұтқана салдыратын орынды таңдағанда, әлгі Қыран бойындағы жазық жұрт Көкен бидің ата қонысы қолайына жағады. Өртеген кірпіш Алтайдың өңі тұр ғой түсіне кіріп көрмеген, сол кездің жағдайы бойынша бұтқананы әрине Алтайдың қызыл қарағайынан салдыруына тура келеді. Міне осы болашақ бұтқананың қасиетті орнына табыну үшін, болмаса да бұтқана салдырушы әміршіге құлша иілу үшін, Алтай керейінің атқа мінерлері Қыран бойына 1869 жылы бірінші рет түгелдей бір жиналған. Қоңыр белдеудегі сақара төсі қандай кең, райда сондай тынысты болса, онда өсіп тіршілік еткен қазақ халқының да мінез құлқы сондай жайсаң.
басынан асып бара жатқанда болмаса іш жиюды біле бермейтін сабасы кең жаралған халық еді. Өздерін кең қолтық деп атайтын да сондықтан болатын. Бірақ кейбір мінезі қоңыр үйектің де аяқ астынан долданатын сияқты тарпан келетіні бар. Ондайлардың аузына сөз түсе бастағанда, қамшы да тізесінің астына дайындала бастайды. Жиналғандардың ішінде осындай мінезге басқандардың біреуі: «Мешіт емес, медресе емес, қазақтың бұтханада не қақысы бар?» деп бұра тартты. Біреуі: әрберден соң сүндеттелуді де ұмытып, кешіл болып кететін шығармыз деп жантайды. Сонда тұлыбы кең сарғарым билер: «Жә, ақсақтың аялына бағайықшы, бәрі де заманына қарай. Қалқы қалай болса, қанның да бөркін солай киген кездер болған. Енді қанның райына бағып, біз де бөркімізді бір қырынан кие тұрсақ не болыпты?» деп сабырға тартқан. Әлгі қамшыға жүгінетіндер: «Бұтқанасын салып болғаннан кейін несін салатынын кім білсін?» деп қамшыларын қозғап қойған. «Ой, батырекелер-ау, осы қазақ аз алысып келеме? Ер азамат бел шешіп, қатын баланың ұйқысы қанатын заманның қандай болатынын болмаса кәрілер мен сәбилер бір көріп қалсын да. Мынау келіп таңба ұстай алғаны кеген болғанымен жалаң бұт емес көрінеді ғой. Басында өзіміз таңдаған еженнің өзі болмасы да көз емес пе? Әліптің артын тағы да көре жатармыз. Бұл жолы сөзіміз дұрыс болсын» деп әлгі ақсақалдар айыр пікірлерді бір арнаға түсірген. Сөйтіп жиналған жұрт арырғап, берірғап келіп, бұтқанаға кететін тұтас қаржыдан қай кедей қанша үлес алу керек. Ақыры осыған мақұл болып, өздеріне тиісті сыбағалары үшін мөрлерін басқан. Тіпті ең соңында жайылып түсіп, мұсылманның намазханасын салатыннан жаман фатиқа оқысып тарасқан. Сонда ғой, бұтқана шығыннан үлес алуға келе жатқан бірлек адамға, ішінде Көбеш батыр бар, Әбитанның жазығынан көз көрдім жерден жарқырап бірдеме көрінеді. Жұрт таңғалса жанына келсе, бірі олай, бірі бұлай тартып аунап жатқан жеңді білектей екі басты ақ жылан екен дейді жұрт. «Ей Құдай, не көрсетіп тұрсың бізге? Тым болмаса зар жолды мақұлықтың түзік жаралғанына да кездестірмедің-ау» деп иман айтып шуласыпты. Сонда Көбеш батыр: «Құдай көрсетті, кеншім болсаң да, кесірім болсаң да, біз көтерейік» деп қылышты қынабынан суырып алып, есікпен төрдей қаракөк аттың үстінде тұрып, итіс тартыс болып жатқан екі басты жыланды ортасынан бөліп жіберіпті. Екіге бөлінген дененің бірі шығысқа, бірі батысқа қарай тартып, әрбір дегеннен кейін біріне бірі қайта ойысып барып тыныпты. Ат үстінде салбырап тұрып қалған Көбеш бір сәттен кейін бойын жиып алып: «Сәуле болып көрінгенін жақсылықтың нышаны десек те, жылан болып кезіккені кейістің белгісі болды ғой. Кейінгі бірнеше ұрпақтың заманы шалғайланып, Қайран Алтай ат тұяғында тозар ма екен? Жәнібек батырдың артынан лескен алтарыстың бірі Абақ Керей екіге бөлініп өксір ме екен? Бірақ қайта ойысты ғой, арты қайырлы болар. Құдай бағын алмаса, соңғы ұрпақ киелі аруақ Жәнібек іздеген жұмақты ата-баба көң төккен осы топырақтан табарсың-ау» деп, жыланның екі басын қылышымен іліп алып, жолдың екі жағына лақтырып жіберіп, топты бастап, атын аяңдата жөнеліпті. Керейді шеңгеліне қысып, қылқындырып тұрған көңгіл жалсын, ақыры Абақтың қойының құйрығымен сол бұтқананы салдырып болып үх депті. Бұтқана Гуаңсүй жылнамасының тұңғыш жылы, яғни 1875 жылы салынып,
сары сырмен сырланады. Гуаңши патша өз қолымен бұтқанаға сары күрі, сары сүмбе деген маңдайшалық жазып береді. Бұтқана салынып болып, көңіл жалсын үхтеп жатқанда, дүниені жалмап құныққан Шароссия үшін тағы бір тай таластың құлағы қалқиып, өзінің баяғыда түсіріп болған харитасына Шарасүмө деген есімді сары бұтқана деген атаудың орнына жазып қойды. Сонда осы есімді жазып жатқан орыс офицерінің көзіне Көкем бидің байырғы қонысы өте ыстық көрініп кетіп еді. Тіпті Сибирия қамалдарының жалғасы болуға әбден лайық деген сілекей шұбырған қиялының айғағындай, керек тастың ауырлығы болмас деген сүйкімді бір белгі қойып үлгірген. Иә, кімнің қызыл қаламы қолын ешкім қақпай тұрған кезде, тағдырдың сызығындай қай жерді барып шимайламады дейсің. Шыңғыстың Сүбітай нояны да өз кезінде тері тұлыпта құмалақты тізіп, ақ киіздің үстіне талай жорық жолын түсірген. Мінекей, айдаладағы ақ отаудай бой көтерген осы сары бұтқананы ес тұтып айналасына апиын шырағын жылтылдата бастаған әлгі Құбатам Алтай керейінің билерін екінші рет қол бұлғап шақырып отыр. Мұның өзі көңіл жалсыннан, яғни шаған кегеннен кейінгі ақ қаптал бір шежіре. 19 ғасырдың соңғы жарымынан басталған әлгіндей орнықсыз жағдай, сол ғасырдың 80-ші жылдарына келгенде, Манчин үкіметі Шинжаңды әкімшілік өлке етіп құрумен барып сабасына түскендей болды. Осының алдында ғана орыстың сұр жыландай айласы көп айыр тілі Тянь-Шань тауының да, Тарбағатай тауының да, Алтай тауының да жықпы-жықпыларынан, тіпті сыртқы Монғолияның тау сыртынан да жылтың-жылтың етіп, Манчинді әбден болдыртқан. Ақыры Таламақайдағы Күпайдың ауыз күйісіне қарамай, оқиғаны бастапқы адымда болса да, біттім тындым қылуға еркектік көрсеткен сол кездегі Іле Жаңжүні, Чиншуринге разы болған хан ордасы дәреже беріп сыйлау үшін 20-шы ғасырдың жүзін көрі оны Астанадағы өз құзырына шақыртқан. Алтайдың алтыны мен күмісіне кәні болған осы Жаңжүн Бейжіңге баратын жолды Алтайды басып, сыртқы Монғолиядағы өртөңдер арқылы жүруді белгілейді. Сөйтіп, бір қолына алқағанымды зор қыламын деген уәдесін көтеріп, бір қолына қарғағанымды қор қыламын деген жазасын ұстап алып, қара құстай Алтай өңірін жайқап өтіп, баяғы сары бұтқанадағы кеуде қағып шығатын жағы мың машақат, тайып түсетін жағы оп-оңай жез тұғырға келіп, сәлкініп бір қонақтапты. Алтайдың шылғи қайша созылатын төресі мен ояуынан ұйқысы көп билері, қазанына қаспақ қатқан шаңырақтағы мырзалары мен таңдайында меңі бар тілдауыздылары тігерге тұяқ қалмай, барын киініп, бақанын таянып, Жаңжүнге келіп қол беріпті. Кетіп бара жатса да, кейін бір керегі болатын шығар деген бір есепті ішіне бүккен кәргесте Жаңжүн, бұтқананың желкесіне мініп, қыранға төніп тұрған жалаңаш кезеңді көре көтейін депті. Ойбай тақсыр, шынымен шыққыңыз келсе, табаныңызға тас тигізбей, мойнымызға көтерсекті жеткізейік деп, жиналғандар мәртебелі затты төбеде тұрып, ат шаптырым жердегі айналаны көруге болатын биікке көтеріп шығыпты. Міне осы биік сол күннен бастап Жаңжүн қызыл атанды да жүре берді. Сонда қойын қонышы алтын күміске толып, Алтай билерінің желкесін жауыр қылған Жаңжүн: Алтай керейі, ұзақ жылдар бауыр басқан топырақтан табаным ауып барады. Не тілектерің бар? Ханға айта барайын.
айтатындарыңды қорынбай айтып қалыңдар депті. Жиналғандардың көбі аузын қайсы десе мұрнын көрсететін, аруақ өңгеріп топ көбейтіп жүргендер болғанымен, олардың ішінде де арқан бойы болса алдыңғы жағын бұрын байқай алатындар, ал сарманын аңқ еткізіп айта салудан қанша қаймыққанымен, ішіндегіні әйтеу тісінің арасынан болса да сыздықтатып шығаратындар. Тәпті бас кессе де тіл кеспек жоқ деп, кеуде қағып шыға келетіндер табылады екен. Солардың біреу тұрып, «Уа тақсыр Жаңжүн, Абақ руы қазақтың Әбілпейіз ханнан сұрап әкелген төресі Көкодайды, елдігіміздің белгісі деп ханғасына көтеріп барғанда, марқұм кең пейілді Чәнлұн хан бәрін сұрап біліп алып, олай болса, қайта айналып келіп ірге тепкен қонысың Алтай, Сауыр тауы, Ертіс пен Шіңгіл өзені тұрақты мекенің болсын. Ішкі жақтан өзіңді өзің басқар, сыртқы жақпен қарым қатынасыңды мен басқарайын. Әр жылына қан алымы үшін төлеп тұратының 81 бас сар ноқтаның аты болсын деп, қаракөк тасты гүңдік мәнсап, шен шапанын сыйлап, қолына таңбалы қағаз беріп қайтарып еді. Сондағы даңандағы мөрлі қағаздың егжей-кегжейін бізден көрі өзің жақсы білетін шығарсың деп, сөздің басын бастап, аяқ жағындағысын сен айт дегендей жанындағысына қарапты. «Ие солай», деді. Депті екінші біреу тағы. «Сол тоқтамдағы 81 атты біресе Тарбағатайда тұрған сенің қарауыңдағы ұлыққа тапсырып тұрдық. Ал біресе Қобда іс басқару орнының Ұластайдағы шекара орнықтырушы ұлығына тапсырып тұрдық. Қараған қанымыз бір ежен қан болғанымен, қан сыбағасын тапсыратын орнымыз сан болып мазамыз кетті», деп сөзінің аяғын жиып болғанша, ормауыз үшінші біреуі төтесінен тартыпты. «Ту сыртыңды бірақ торлай бастаған ақ батшаның айбарынан жасқандың ба, жоқ әлде жыл сайын жақындаған қамалынан қорқтың ба? Әлемен Тарбағатайға шөншігін қазынаның ақ күмісіне толтырып, иісі шүршітеді деп, Мәнжу мен шаһарды сібе мен солаңда келіп төктің. Қатындары борбайында оқырасы бар бірдеме туса, туасала қазынаның қамдауын алдың. Ақ күміс алмаса да шекара қорғаудың осы міндетін Абақ керейінің өз ұлдары өтеді. Жарболдыдан шыққан Дүзбембет Тәйжіге Алтайдың шекара қорғау жұмысына сен жауапты боласың деп, жоғарының берген таңбалы қағазы оның сандығында әл сақтаулы жатыр. Ау мәртебелі ұлық, осындай қиын қыспақ жағдайда ханға уәкілдік етіп сен бізге сеніп едің. Біз ханның сенімін ақтап едік. Абақтың жігері әлі бойында, әуелгі сөз рақым. Көкодайды хан қасына алып барғандағы сөзіміз әлі сөз. Адалдығымыздың куәсі үшін Алтай бұдан кейінде Бейжіңге төте қарайтын ерекше район болып белгіленсін. Міне осы дәтімізді ханның өзіне жеткізіп бер. Өзің беделің артып, хан құзырына кетіп барады екенсің. Ақ тілегіміздің орындалуы қайсы де сенің қолыңнан келеді. Дәтімізді жеткізіп қана қоймай, іске асыратын ет деп шұлғысыпты. Байыпты Жаңжүн ел үшін жауапкершілік арқалауды білетін адамдардың жүйелі дауаларын да, ата тегінің кім екенін танытатын аталы кеңестерін де, ашумен аптығып айтқан ожар пікірлерін де, әншейін айту үшін айтқан күшеншек сөздерін де асықпай тыңдап, арғы сарайларында не жатқанын әйті оғыпты. Сонан соң ол, «Жә, керейлер, барлық тілектерің осы ма?» деп сұрапты. «Осы тақсыр, елдігіміздің ерекше белгісі өшіп кетпес екен. Осыдан артық не болмақ?» деп шулапты. «Ендеше, осы тілектеріңді ордаға арыз қылып жазыңдар да, арызға мөрлерің барларың мөрлеріңді, мөрлерің жоқтарың бармақтарыңды басып,
менің қолыма беріңдер депті. Сонымен Жаңжын қош айтар кезінде оның қолына қазақша дейтін қазақша емес, түрікше дейтін түрікше демес, арабша дейтін арабша демес, парсша дейтін парсша демес, татар шалыстау, тіпті кейде мәнжу мен қалмақ сөздерді кірісіп кеткен, өзінше ұқыптап жазылған ұзын сонар хат әкеліп тапсырады. Хаттың аяғына біткен билердің мөрі барлары, қос мұрын жүзік порымдас немесе дөңгелек сақина іспетті, көбі төрт бұрыш келген тойтық мөрлерін басыпты. Ал сонан кейін шыннан ойдан жасалғаны көп қалың есімдікке, қақтан су ішіп тайғанақтап шыққан түйенің табанындай бармақтар басылыпты. Қанша дегенмен шекара сызығының үстінде жасап тұрған бір тайпа елдің жүрек сөзі ғой. Оның үстіне сызықтың ар жағындағы иек артпада орыстың сұғы қадауыл тұр. Осыны ойлаған Жаңжын дәм тұзды ұмытпай жігітшілік істеп, арызды ордаға тапсырыпты. Арызды тапсырып алған әкімшілік істеріне жауапты уәзір хаттағы тойтық мөрлер мен қалың бармақтардың іздерін көріп, тамашалап біраз отырыпты. Алайда талабына мәні жалған деуге болмайды. Тарихи болмыстар дұрыс айтылған. Оның үстіне Жеңшурын Жаңжынның сезімтал пікірімен де санаспай қоюдың жөні жоқ. Сөйтіп, уәзір өзінің орналастыру пікірін дайындап ханның құзырына кіреді. Құдайда құдай болғанда, алтын тақ үстінде отырған ханның алдына барған мәлімдемелерге назары ауып кетіп, әукөз түсі қалыпты. Алтай жақсы жер, ол сенікі болуға тиіс. Сенікі болмаса, оныкі болады. Алтайдағы Абақ Керейдің бүгінгі мерейі, болашақтағы өз қоштығың. Сондықтан, отанның бүтіндігі үшін Алтай ерекше район болып құрылып, тікелей патша ордасының басқаруында болсын. Оған жергілікті халықпен етене болу қолынан келетін, тәжірибесі мол жаңа Чеңшай жіберілсін деп бұйрық түсіріпті. Бұл 1904 ұлу жылы, Қуаңшүйдің 30 жылы еді. Мінеки осы бұйрықтың қуаты бойынша бұрын қобда іс басқару орнында тұрған уәзір Чихыңды Алтай ерекше районына Чеңшай етіп тағайындайды. Чихың алғашында Ертіс бойындағы Қара Түңкөге келіп орналасады. Кейін Керейдің қойының құйрығымен Шаман кеген салдырған сары бұтқана тұрған орынға көшіп келіп, іс басқару орнын құрады. Сөйтіп, осыдан бастап қобда ақылшы уәзірі арқылы ұластай шекара орнықтыру сол қол Жаңжынны қарап келген, Алтай одан бөлініп шығып, дербес іс басқарады. Ал Ақтүйенің қарны жарылмайтын не қалды? Мұндайда ат жалымен кететін жел тақым Ошар Алтай сауырды аралай жөнелді. Еженхан Алтайды сұрайтын әділ ұлық жіберіпті дейді. Құдайдың Керейдің көз жасын көргені осыда. Мәнсәп деген біреу келіп, біреу кетіп жататын тозбай тұғын тұғыр ғой. Бұл да сол күліп келіп, күңірентіп қайтатынның біреу шығар. Құдай тағала, көңілі ақ сүйген құлыма әділ ұлық жіберіп жарылқаймын деген ғой. Жолдызымыз оңынан туайын десе ғажап емес. Әділ болса, Сіләмиет қауымында болмаған патшалар да ол дүниеге барғанда оттан аулақ қоңыржайда мекен тұтады дейтін сөз бар ғой. Құдайдан қалам ұстаушының көңіліне тәуфиқ бер деп тілеу керек. Бәрінен әбзалі осы. Жоғардағыдай шыт жаңа хабарларға байланысты өзін-өзі билеуді Құдай маңдайға жазбаған деп түсінетін қазақтың арман тілегінің өресі жартасқа ұрылған жаңғырықтай осылайша қайталанып жатты. Ал
өз ойы өзіне басқа кейбір айыл жимайтындар. Жақтырсаң да жақтырмасаң да сол, көңіліне кір түсіріп алмау үшін көзіне көріну керек. Е, бәрін айт та бірін айт. Онан да аман сауымызда сәлем борышымызды өтейік. Арт жағы ұлықтың өз еркінде қой. Жаңа ұлық шақырусыз-ақ өздерді келер деп емеурін білдіріпті дейді. Мұнысы тосып отырғаны ғой деп, қойнына қопақ кірген атқа мінерлердің